Қыздар, бүгін Геленваген тортын пісіріп көрсетемін. Бізге ең біріншіден мастика керек болады. Кәдімгі 1 килограмдық ақ мастиканы алдым да қара краскаға бояп алдым. Және де коржын өздеріңіз пісіріп алу керексіздер ішіндегі. Мен молочная девочка тортын пісіріп, 4 бұрышты қылып пісіріп, екіге бөлдім да, екіншісін осылай сәл тағы да кесіп үстіне қойып, өзіме қалаған жиптің формасына келтіріп, корждарды алып салып, дөңгелегінің орнын тесіп, в общем, машинаның несін дайындадым, мүсінін дайындадым да, ең соңында сыртынан жұқа крем жағып қойып қойдым. Мастиканы кәдімгі қамыр жайғандай ұнмен домалақ қылып жайып шығасыздар, жыртып алмай. Және де машинаның үстіне қойған кезде үстінен төмен қарай қолмен түсіре отырып, бүкіл жерін қисайтпай әдемілеп түсіріп аласыз. Және де машинаның терезелерін, барлық керекті детальдарының бәрін пышақтың көмегімен осылай сызып шықтым. Негізінде мастикаға арналған құралдарыңыз болса, тіпті жақсы, өзде вообще түп-түзу әдемі болып шығатын еді. Енді машинаның полностью терезелерін дайындап болдым. Дөңгелегін жасау керек бізге, ол үшін мастиканы 4-ке бөліп, кәдімгі дөңгелек қылып жасап шықтым. Ендігі қыздар жұмыс негізінде осылай кәдімгі пластилинмен бұрын ойнаушы едік қой, тура сол сияқты дөңгелегін де қолмен жасай бересіздер. Фарын, кез келген машинаға керекті суретіне қарап отырып, өздеріңіз ұқсатып, кесіп, дөңгелетіп, пішіндерін салып, жасай берсеңіздер болады. Тек сіздерге айтатын лайфхак, осы мастика мен мастиканың бір-бірін сумен, кисточканы суға малып алып, сәл жақсаңыздар, сол кезде жақсы жабысатын болады. Неке мен ана жасыл кисточкамен суды жағып шықтым машинаға. Сол кезде екінші мастика жақсы жабысатын болады. Болдым. Дәл осылай өздеріңізде барлық керекті детальдарын жабыстырып шыға бересіздер. Енді кішкене ғана суға, кесен түбіндегі суға қара краситель қостым. Мен негізінде қара красительді кішкене көп қосып қойған сияқтымын. Машинам тым қара болып кеткен. Сіздерге кішкене ғана қосып, бояп көруге советую. Неке қыздар, торт дайын болды. Бұл тортты заказ берген кісі өте риза болды. Сондықтан да қорықпай жасап көре беріңіздер. Бұл тортты менің де бірінші жасауым болып шықты. Өздеріңіздің балаларыңызға, жақындарыңызға осындай торт жасап қуантыңыздар. Ешқандай қиын емес, көп уақыт алмайды. Жақсы көріп рахаттанып істесеңіздер, оп-оңай шығады. Зато жақындарыңызды немесе өзіңіздің бизнесіңізді дөңгелетіп алып кетсеңіздер болады. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.